Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай өте жұмсақ, өте дәмді болып пісетін пончиктің рецебімен бөліскім келіп отыр. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Рецепт әрі тез әрі жеңіл жасалынады. Ең алдымен ұнымызды алып, ыдысымызға саламыз. Кішкене ұн қалдырып қойсаңыздар болады. Ол кейінірек керек болады. Егер ұн тым көп болып кетпесін, тым аз болып кетпес үшін бірте-бірте қосамыз. Ұнымыздың үстіне дрожжымызды қосып, жақсылап біркелкі қылдырып араластырып аламыз. Жақсылап араластырып алғаннан кейін қолымыздың көмегімен кішкене ортасына шұңқыр жасаймыз. Соның ішіне біз ыстық емес жылы сүт құямыз. Сонымен қатар тұз және қантымызды саламыз. Және ерітілген сары майымызды саламыз. Сонымен қатар бір жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Ең алдымен мен венчиктің көмегімен араластырам. Жан-жағындағы ұндардың барлығын жаймендеп араластырып, одан кейін столдың үстіне салып, қолдың көмегімен ары қарай біркелкі қамыр шығаратын боламыз. Егер қамырыңыз қолыңызға жабысатын болса, онда жаңағы алып қалған ұнымызды бірте-бірте қосып, әдемі қамыр шығарамыз. Дайын болған қамырымызды ыдысқа салып, бетін целлофанмен жауып, үстінен орамал жауып, жылы жерге қойып қоюға болады. Мен бұл қамырды 30-40 минутқа қойдым. Міне осылай әп-әдемі болып көтерілді қамырымыз. Енді қамырымыздан аламыз да кішкене басамыз қамырды. Кейін оқтаумен жеңіл жайылу үшін қамырды бір-екі рет басып, астына ұн сеуіп, үстінен ыдысымызбен жауып қоямыз. 5-10 минут өткеннен кейін қамырымызды алып, үстінен ұн сеуіп, оқтаудың көмегімен біркелкі қылып қамырымызды жаятын боламыз. Қамырдың қалыңдығы осындай 1 сантиметрдей болса жеткілікті. Қоятын тақтайымызды дайындап аламыз. Ол үшін үстіне ұнымызды сеуіп, дайындап қоямыз. Енді осындай пончиктің пішінін келтіру үшін мен осындай бір стаканмен және бутылканың крышкасын алған болатынмын. Ең бірінші стаканмен қамырымызды басып алып, ортасына крышканың көмегімен тесік жасаймыз. Сонда біркелкі әдемі тегіс болып шығады. Қалған қамырдың барлығын осылай әдемі қылып ойып аламыз. Міндетті түрде дайын болған пончиктердің бетін целлофанмен жауып қойыңыздар. Осындай қалған қамырды бір-екі рет илеп, тағы да үстін басып қоямыз. Енді майдың қызуын тексеру үшін жаңағы ойып алған кішкентай қамырдың көмегімен тексеруге болады. Майымыз қызды. Ендігі кезекте пончиктарымызды салатын боламыз. Тым қатты отта пісіруге болмайды. Орташа отта пісіріңіздер. Және де тығыздап та салуға болмайды пончиктерді. Осылай кішкене қатты қызартып пісіреміз, сонда әдемі болады.
пончиктерім дайын болды. Қарасаңыздар, өте әдемі болып піседі және жұмсақ болып піседі. Осындай ыдысымызға қойып, үстінен қант ұнтағының көмегімен сеуіп шығамыз. Сол кезде өте дәмді болады. Пончиктің өзінде қатты қант білінбейді. Егер үстінен осындай қант ұнтағын себетін болсаңыздар, өте дәмді шығады. Міндетті түрде өз балаларыңызға, отбасыларыңызға дайындап көріңіздер. Пончикті ерітілген шоколадтың көмегімен де әрлеуге болады. Сіздерден лайк, комментарий күтемін. Астарыңыз дәмді болсын.